Бастапқы профилактика ойындарға тәуелділіктің алдын алуға бағытталған. Ол келесі шараларды қамтиды. 1. Жұртшылықты құмар ойындардың қаупі және оның салдары туралы хабардар ету. 2. Ойындардың жарнамасын реттеу және оларға қол жеткізуді шектеу. 3. Балалар мен жасөспірімдерге уақыт пен қаржыны басқару дағдыларын үйрету. 4. Спортпен, шығармашылықпен, қоғамдық қызметпен айналысуға бағытталған әлеуметтік жобаларды қолдау. 2. Профилактика ойынға тәуелділікті емдеуге бағытталған. Ол келесі шараларды қамтиды. 1. Психотерапевт немесе наркологтың кеңесі. 2. Құмар ойындарды емдеуге арналған топтық сабақтар. 3. Депрессия немесе мазасыздық сияқты қатар жүретін ауруларды емдеу. 4. Оңалтуға бағытталған әлеуметтік жобаларды қолдау.